Трамесеп гимнастика-командалық мемлекеттік мекемесінің 6-шы А сынып оқушысы Жарылқасын Мерей. Қазіргі кезде елімізде болып жатқан мәселелерге байланысты бізді үйден шығуға тыйым салды. Ал енді үйде жатып немен айналысуға болады деген сұрақ пайда болуда. Менің айтар кеңестерім: бірінші, түрлі кітаптар оқумен айналысыңыз. Әдеби кітаптарды оқыңыз, ертегілер оқыңыз, тарихтарды оқыңыз. Мысалға, мен үйде қожатпай түрлі кітаптарды оқып жүрмін. Өзімнің әдеби кітаптарымды оқып жүрмін. Мысалға, міне, Аяз би ертегісі өте қызық ертегі. Ол көп тармақтан тұрады. Көп нәрседен тармақтан тұрады. Және де Әл-Фараби, Әбу-Насыр Әл-Фараби атамызды, папамызды оқыңыз. Туған тарихтарын біліп жүріңіз. Және де түрлі ақын жазушылардың өлеңдерін жаттап алуыңызға өте пайдалы. Мысалға, Доспамбет жыраудың кітаптарын оқыңыз. Олардың кітаптары «Айнала бұлақ басы тең, тоғай су» деген жырлары бар. Және де Абайдан қара сөздерін оқумен міндетті түрде айналысыңыз, өйткені ол сіздерге міндетті түрде қажет болады. Мысалға, Абай Құнанбайұлы оның туған тарихын, туған жерін біліп алған өте жақсы. Ол үлкейгенге шейін қажет болады деп ойлаймын. Өйткені оған менің мұғалімдерім әрдайым бізге айтып тұрады. Мысалға, Абай Құнанбайұлы 1845 жылы туылып, 1904 жылы өмірден озған. Оның көптеген өлеңдері бар. Мысалға, біз «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» деген мәтінге өлеңіне анықтама бере кетейік. Ақынның «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» өлеңі 1899 жылы жазылған. Әрқайсысы 6 тармақты 5 шумақтан тұрады. Көлемі 30 жол дейді. Абайдың барлық өлеңдеріне жастарға деген еріншек болмау, жалқау болмау, оны еңбекке шақыру деген мақсатпен айтылған, шығарылған өлеңдер жинағы. Және де Абайдың қара сөздерін оқу керек. Үнемі. Олардың қара сөздерінің бірін сіздерге оқып берейін. 31-ші сөз. Естіген нәрсені ұмытпастықта 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде я көргенде ғибратланып үлгі керек. Көңілденіп тұшынып ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішіне бірнеше уақыт қайтарып ойланып көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кезінде нәрседен қашық болу керек. Егер кез болып қалса салынбау керек. Ой кеселдері: уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселер дейді Абай атамыз. Мінде Абай атамыздың барлық әндері де, өлеңдері де, осындай қара сөздер де барлығы өте керемет жазылған. Ішінде көп нәрсені ұғасың деп ойлаймын. Және де сіздер де қарап өтпай, осындай көптеген кітаптарды оқыңыздар, көптеген кітаптарды оқумен айналысыңыздар. Осы әдебиеттерді, ертегілерді, қазақ хандары туралы. Және де мысалға, қазақ хандарынан көптеген хандар бар, солардың тарихтарын оқыңыздар деген кеңес беремін. Екінші, өздеріңіз іштеріңіз пысса, әрине сурет салу. Сурет салғанда көбісі ұната береді деп ойлаймын. Сондықтан сіздер зеріккен жағдайда сурет салу өте пайдалы. Мен кейде өзім ішім пысқанда, зеріккенде мен сурет салумен айналысамын. Өйткені ол сурет өте пайдалы деп ойлаймын. Сурет салумен айналысыңыздар. Және де ән айтып би билеңіздер. Сүйікті әншілеріңіздің бейнебаяндарын және әндерін естіңіздер деген кеңес беремін. Және де барлықтарыңызға айтар кеңестерім осы. Ендеше сау болыңыздар. Біз біргеміз.